Армысыздар тыңдармандарым, Өмір теңіз арнасына қош келдіңіздер. Әңгімем басталмас бұрын арнама жазылып, осы видеома үліпіл басып қойыңыздар. Байлар да жылайды. Авторы Бейбіт Сарыбай. Жалға алған 2 бөлмелі жер үйдің түпкісінде етпеттеп жатқанмын. Қағанағым қарқ, сағанағым сарқ болса шалқамнан жатпас па едім. Қажығам, шаршағам, ол аз десеңіз дүниеден түңіліп те кеткенмін. Біріне тартсаң, біріне жетпейтін қуытырлық әбден титықтатып тастаған. Не бір қиялдар мен армандардың шырмауында қалғам. Бірақ үміт аз. Қарызға белшемнен батқанмын. Ай сайын келіп тұратын пәтерақы мен несиені уақытылы төлеу мұң болып барады. Оның сыртында бір ұл, бір қызы мен әйелімнің күнделікті тамағы бар. Қатынсыз қалатындай біз сияқты кедейлердің ерте үйленетін жынымыз бар ғой. Онымыз аздай өзімізше намысшылмыз. Тұрсынбайдың баласы жасаған тойды неге маған жасамасқа деп сондай бір тойды мен де жасағам. Үйленбесем, той жасамасам мұндай жағдайға түспес едім ғой деп қамыққаным мен Құдайдың берген ұлы мен қызына қарап өзімді жұбатып қоямын. Осы бір кішігірім шаңырақтың жалғыз асыраушысы менмін. Менің өзімнің жалғыз табысым қалалық таксопарктен ай сайын алатын аз қандай тиын-тебен ғана. Басқа кіріс көзі жоқ. Аш қалмас үшін жоспарды орындап болғаннан кейін түн баласына көз ілмей артық ақша табуға тырысамын. Сөйтіп жүріп денсаулықты да әлсіретіп алғам. Кейде машинаның рөлінде кетіп бара жатып қалғып кететін де кездерім бар. Ұйықтай кетсем болды, сандырақтайтынды шығарғамын. Әйелім байғұс маған жаны ашып бәрін тасташы дейтін. Тастағанда не істемекпін? Мың сан ойлармен арпалысып жатқанымда ұялы телефоным безілдеп қоя берді. Газетке жарнама бергенмін. Бір әйел хабарласты. Шопыр керек екен. Көршіден қарызға ақша ала салып ұрған келіскен жерге келдім. Жұмысың соншалықты ауыр болмайды. Тек мен шақырған кездерде кез келген уақытта жанымнан табылсаң болды. Үйің алыс екен. Егер істеймін десең біздің времянкада тұра бер, деді өзін Балқия деп таныстырған келіншек. Амалсыз келістім. Өйткені бұл маған айына 3 айлық табысымды төлейтін болды. Үйге келіп әйелімнің келісімін алып, келіншектің үйіне бір жола көшіп бардым. Көштім дейтіндей, мен қай бір жүгім бар дейсің. Ауыстырып киетін берер киімім мен некелі жарымның рұқсаты мен келісімін арқалап бардым. Талап солай. Арам жолмен келген байлыққа белшесінен батқан әйел кейде түннің жарымында іздеп қалса жанынан табылуым керек. Әйелім басында қарсылық танытқысы келгенмен қазіргі жағдайымызға орай көнуге мәжбүр болды. Жұмысыма бір аптаның ішінде үйреніп алдым. Анау айтқандай онша қиын емес. Таңғы сағат 7-де тұрып, тамақтанып болған соң машинаны дайындап қоямын. Мектепте оқитын Дина мен Динара атты 2 қызы мен балабақшаға баратын Диананы мінгізіп, ақылы мектептеріне апарып саламын. Қайтар жолда ақша айырбастау пунктіне кіріп, $100 теңгеге ауыстырамын. Бұл кезде сағат 9-да шамасы болады. Содан түске дейін Балқияны тасимын. Оның баратын жұмысы да жоқ. Бар жұмысы сол, мен айырбастап келген $100 тауысу. Супермаркет, сұлулық салоны сынды бірді-екілі жерлер ғана. Үйге келіп түскі асты ішкеннен кейін сағат кешкі 5-ке дейін демаламын. Кешкі 5-те шығып балаларды кілең ығайлар мен сығайлардың балаларғана оқитын мектептерінен алып келемін. Олар 6-ға дейін тамақтанады. 6-да үлкен қызын әлдеқандай курсқа, ортаншы қызын скрипка үйірмесіне апарып саламын да, олар шыққанға дейін кіші қызына жасанды мұз айдынында сырғанақ тептіремін. Сағат кешкі 8-дер шамасында бәріміз үйге ораламыз да тамақтанамыз. Балқияның бір қызық жері мені өздерімен бірге отырғызып тамақтандырады. Содан кейін мен өзіме бұйырған құжыраға, шындығында бұл менің үй деп тұрып жатқан пәтерімнің жанында хан сарайы барып қисаямын. Балқия аяқ асты бір жерге барамыз демесе, осы жатқанымнан жатқан. Жалғыздықтан зеріксем, күзет қызметіндегі жігіттің қасына барып отырамын. Кейде өзіме бұйырған хан сарайындай құжыраға әйелімді алып келіп тұрғым келеді. Бірақ оған мына байдың қатының көнбесі анық. Көнгені бұлай тұрсын, мен оған өзімді бойдақпын деп таныстырғам. Өйткені ол бастапқы келісімде күндіз түні керек екендіктен отбасын құрмаған жігіттер керек деген. Онысы менің еркектік қасиетімді қажетсінгендіктен емес, бар болғаны шопырлық қызметіне қашанда дайын болуым керектігін туындаса керек. Сол себепті де мен өтірік айтуға мәжбүр болғанмын. Күйеуі шекара аймағындағы басқа қалада кеден қызметінде. Айына 2-3 мәрте келеді де бірер күнде болып қайта кетеді.
Бір қызығы, ол келген сайын мен таң-тамаша боламын. Жұбайлық ғұмыр кешіп жатқан бұл екеуінің көрісуі, қоштасуы маған біртүрлі суық көрінді. Ерлі-зайыпты адамдардан көрі туысқан адамдар сияқты қатынасады екен. Бір-біріне деген алып ұшқан махаббатты былай қойғанда азды-көпті мейірімді де байқамадым. Ықылассыз қатынас. Тіпті өзінің кіндігінен жаралған үш қызына да әншейін әкелік парызын өтеу үшін ғана мейірленетін байқағанмын. Не де болса, бұл еркектің ойының мүлде басқа жақта екені белгілі. Олардың жеке тағдырлары мен сезімдерінде не жұмысым бар? Маған тиесілі айлығымды беріп тұрса болғаны, әрқашан адал қызметімді жалғастыра бермекпін. Кім қалай өмір сүргісі келсе де өзі білмей ме? Мен бұл отбасында тек қана бой жетіп қалған үлкен қызынан қауіптендім. Мектепті бітіруге таяп қалған бұл қыз кейінгі уақыттарда небір қылықтар шығаратын болған. Өзі сынды байшы кештердің ұл қыздарына жиналатын үлкен түнгі клубтарға алып барып, соның сауық сайраны аяқталғанға дейін сыртта күтіп отыратынмын. Көбіне таңға жуық шығатын. Күнбе-күн тасып жүргендіктен біз бір-бірімізге жақындап кеттік. Бір күні құпиямды сақтайтыныңызға сенемін деп маған да ақша төлеп алып ғимараттың ішіндегі сайтан сарайға кіргізген. Сайтан сарайдың сауық залы қап-қараңғы. Тек қызылды-жасылды ойнақы сәулелердің жарығы арқылы ғана жаныңдағы адамдармен қатынасып тіршілігіңді жасайсың. Барынша даңғырлата қойылған музыка үнінен басқа ештеңені естіп қарқ қылмайсың. Қасыңдағыларға әлдене айтуың керек болса, міндетті түрде айқайлап айтасың. Мағынасыз әуенге аласұра билеген жастардың қимылдары өздеріне жарасып тұрады. Бір дастархан басында отырған жастар өре түрегеліп барлығы бірдей жындары шыққанша билеп, 2-3 биден кейін бір кісідей өз орындарына жайғасады. Орындарына отыра қалып, алдарындағы қымбат ішімдіктерден тартып жібереді де қайта тұрады. Бір уақытта Дина менің қасыма келіп, «Сізге қызықсыз болып кеткен жоқ па? Рөлде жүріп ішуге болмайды ғой. Мынадан көріңіз», деп алдыма бір тал шылым тастады да, «Мен қазір келемін», деп құлағына сырға таққан жігітпен үстіңгі қабатқа көтеріліп кетті. Темекі өзінде де бар емес пе? Мұны маған неге беріп жүр деп ойлап қоямын іштей. Сөйтсем, ол кәдімгі есірткі болып шықты. Бәсе, бұл қыз кей кездері есінен адасып, жынды адамша сандырықтап жүруші еді. Шегетін бәле екен ғой деген ой келді. Осынша жасқа келіп, әртүрлі қызықтар туралы естіп жүрсек те, дәл осыны, оның ішінде тірі есірткі шегетін адамды бірінші рет көруім еді. Кәдімгідей қорқып қалдым. Бірақ қой деп айтатындай, мен оның ақылшысы емеспін. Және менің ақылымды керек етіп тұрған ол да жоқ. Тыңдамасы тағы белгілі. Ақылды болсаң неге кедейсің деген америкалық мақалын айтып шыға келер тағы да. Жайыма жүрейін деп шештім. Күл болмасаң біл бол деп қоя салайын десем, Балқия мені қызына әдейі бақылап жүрсін деп қосып жіберіп жүр емес пе? Шешесіне ескертейін десем, қызының алдында тоқылдақ болып қаламын ба деп қорқамын. Ал 3 қыздың бірінің қабағы қырын кетсе болғаны, машинаны табыстап беріп үйіңе тайып тұруыңа тура келеді. Осы қыздардың көңілін тапқандықтан жүрмін емес пе бір жағы? Осында 2-3 тойлармен әрі-сәрі болып жүргенде бұл әңгімені Динаның өзі бастады. Шайтан тойы аяқталып, сайтан сарайдан қайтып келе жатқан бір жолы ол маған, «Сіз маған таң қалып жүрсіз бе?» деді. «Иә, бастапқыда бұндай өнерің жоқ еді», дедім. «Рас, солай болған. Ал кейіннен неге бұлай болып жүр деп ойлайсыз? Мектеп бітіретін уақыттарың жақындап қалды. Бірге оқыған достар бірге жүріп қалғыларың келетін шығар?» «Жоқ». «Енді не?» «Білмей-ақ қойыңыз, бұған папа мен мама кінәлі». Осы әңгімеден кейін папасы мен мамасының не кінәсі бар екен деген оймен көп уақыт бас қатырдым. Әкесінің бар кінәсі не ішем, не жейм дегізбей аста төк ақшаны есепсіз ағызғанында шығар. Шешесінің кінәсі бетімен жібергенде болар. Жоқ, олай емес екен. Мәселенің мәнісі мен ойлағаннан тым тереңде екен. Оны Балқия екеуміздің жеке өткізген түндерімізде бірақ білдім. Күндегідей кешкілік машинаны гаражға қойып, өзімнің бөлмеме қарай кетіп бара жатыр едім, Балқия мені үйіне шақырды. Бұл күні 3 қызды да қала сыртындағы Балқияның шешесінің үйіне апарып салғанбыз. Жуынып, шайынып келіп отырдым. Кішігірім дастархан жасаулы тұр екен. Балқия аздап ішсе керек, жүзі бал-бұл жанып, алаулап тұр. Қолында менің резюмем. «Мына жерде ішімдік туралы жазылмаған екен. Ішетін бе едің?» деді. «Ішемін», дедім. «Не ішесің? Арақ па, коньяк па, виски ма?» деді. Үстел үстіндегі самсаған шишаларға қарап. «Коньяк дұрыс қой, бірақ ертең машина айдасам қиындау болып жүрмесе?»
ертең ешқайда шықпайсың. Шыққан күннің өзінде түк етпейді. Саған баяғыда ескертпеп пе едім? Жантаевтың келінін тасып жүрмін десең, саған ешбір жол полициясы тиіспейді деп. Онда коньяк ішейін. Жоқ, екеуміз де виски ішейік. Қожайын не десе сол болады. Екеуміз де виски іштік. Балқия қанша ішкісі келсе сонша іштік. Түннің бір уағында ол да қызды, мен де қыздым. Мен өзінің масайып бара жатқанымды сездім. Мәртебелі ханым бір күледі, бір жылайды. Мен ол туралы мүлде қате пікірде жүр екенмін. Ол мен ойлағаннан әлде қайда терең екен. Ішіме жел біткендікі ме, кім білсін, мен тым-тым еркінсіп бара жаттым. Оған сұрақ қойған немді алған десеңші. Осы сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Сұра. Сіздің көзіңізде мұң бар сияқты маған. Ха-ха, ақын емессің бе? Құдай сақтасын, тек жаныңыздың түбінде жары бар сияқты. Қасіретімді көзімен көріп жүрсің ғой. Ол не қасірет? Бақыттысыздар ғой. Егер байлық бақыт болса, онда біз осы мемлекеттегі 15-ші, не болмаса 20-ші орындағы бақытты адамдар шығармыз. Кіммен көрші тұрып жатқанымызды білесің ғой. Бірақ олай емес қой. Өзің ойлашы, мынау не өмір? Анау камераны көрдің бе? Қорықпа, ол бүгінше істемейді. Сол камера арқылы ағаң анау жақта жатып алып мені бақылап жүреді. Сонда сізге сенбей ме? Сізде камера арқылы қадағалап отырасыз ба? Сенбейді. Жоқ, мен оны бақыламаймын. Өйткені оның ол жақта тағы бір әйелі бар. Басқа әйелі болса сізді неге бақылайды? Мен де оның әйелімін ғой. Жоқ, мен оның мына көп дүниесінің бірімін. Ал ол өз меншігіне біреудің қол сұққанын қаламайды. Бәсе, мен алғаш көргенде-ақ байқағанмын. Бір-бірлеріңізге ықылассыз екендеріңізді. Сіз өзіңіз рұқсат еттіңіз бе екінші әйел алуға? Ол ұрпақсыз қалғысы келген жоқ. Ол бала керек деген желеумен тоқал алды. Сондықтан рұқсат еткен екенсіз ғой. Ол ешқашан менен рұқсат сұраған емес. Бірақ сұрап жатса, мен де қарсылық көрсетер ойда жоқ. Себебі ол қашанда өзі ойға алған істі істеп үйренген. Өзінің нәзік жандылығымнан ба, әлде ішкен вискидің буы ма, өзін сыртынан қарап не деген бақытты жан деп тамсанатын әйелге деген әлде бір аяушылық сезімі оянып, тіпті қолын алақаныма салып аялай бастадым. Қолдары жұмсақ нәзік. Менің әйелінің бақшаның шөбін жұлып, күл шығарып от жағатын қап-қара қолында емес. Әрине, бұл күн сайын сұлулық салонына барады. Бір күн тырнағын алдырса, екінші күні бетін әрлетеді. Тіпті шашын таратуға да салонға барады. Өзімнің қап-қара әйелім көз алдыма келді. Ол байғұс күні бойы шетте екі баланың кірін жуып, одан қалса тамағымен алса да жүреді. Ол салонға барып шаш таратпақ түгілі орамалының астындағы шаша аптасына бір рет моншаға барғанда ғана таралады. Ал тырнақтары осыншама жұмысты істеп жүргенде өздері-ақ түсіп қалатын шығар. Бірақ ол да моншадан келсе, қолдары да денесі де мына қатындығынан әлде қайда жұмсақ та әдемі. Кейде осындай кездерде Құдай қосқан жарымды еркелетіп тұрып, осы сен моншаға жиі барып тұршы. Сен моншадан келгенде басқа біреудің әйелін құшақтағандай рахаттанамын деп қалжыңдайтыным да бар еді. Мастықтың әсерімен сол моншадан келген әйелімді көргенде тіпті еркінсіп барады екенмін. Есіме пәтерақы мен төлейтін уақыты жақындаған, кредит түскенде жеп отырған нанымнан айырылармын деген ой келіп, бойымды жиып алуға тырыстым. Мұны байқаған Балқия да бойын түзеп орнынан тұрып кетті. Кешір, мені теріс түсініп қалма. Тек мен адам шаршайды екен. Бәрінен, ал сен саған ақша төлейтін адам болғандықтан ғана қасында отырған шығарсың. О, не дегеніңіз? Осы уақыт ішінде дос адамдардай болып кеттік десек те болады ғой. Ақша жүрген жерде сенім аз болады ғой. Көбейген сайын одан ары азая түседі. Мен де солай. Адамдарға сенуден қалдым. Сенің бұл сөзіңе де сеніп тұрғаным шамалы. Бірақ сені досындай көріп кеткенім рас. Мен әбден шаршадым. Мынау мазасыз өмір, мағынасыз кештерден бәрін тастап айдалаға безіп кетуге де дәрмен жоқ. Осы ақша жайлаған, ақша билік құрған, одан қалса өзінің ғана жазылмаған заңдары бар қоғамда өмір сүруден соншалықты жалықтым. Тек алғашқы мақсатым ана болу болғандықтан ғана осының бәріне төзіп жүрген жайым бар. Еркек үшін қыз баланың бағасы жоқ болса да, анаға ішінен шыққанның бәрі бірдей ғой. Әкесіне керек болмай қалған оларды мен жылатсам не болмақ? Солар үшін ғана. Әйтпесе анау джакузиге жылы су құйып, тамырымды кесіп жіберіп, рахаттанып өлер едім. Балқия басын ұстап хан тағындай креслоға отыра кетті де еңкілдеп жылай бастады.
Қағанаға қарқ мына әйел тұрмақ, бүгінгі асын ертеңге әрең жалғап отыратын менің әйелім ара-тұра өміріне кейсе аштан қырылып, көштен қалып жатқан жоқпыз. Көзіңе жас алма, көрсетпе маған көзіңнің жасын деп қопаңдайтыным бекер екен ғой деп мен тұрмын. Өзім әрең жүрсем де иығы селкілдеп отырған мына бір нәзік те сұлу әйелді аяп кеттім. Оны не деп жұбатарымды да білмей қасына барып басынан сипадым. Қой енді, жылама дедім. Қалай сенге көшкенімді өзінде білмеймін. Сен осыншама байлықтың ішінде отырып жылайсың. Мені көріп тәубаға келерсің. Мен саған шынымды айтайын. Мен отбасылы адаммын, 2 балам бар. Балқия селк ете түсті. Оның бұл реакциясы мені де селк еткізгенімен, ақыры бастаған соң жұмыстан шықсам шығып кетейін. Мына былықтың арасында жүргенше деген бір ой келді де әңгімемді жалғай бердім. Соларды бағу үшін саған жалданып, жалға алған жаман времянканың ақшасын төлей алмай, одан қалса кредит етектен тартып күн көріп жүрміз. Қазір мен сенімен бірге 20 мың теңгелік вискиді бөліп ішіп отырмын. Ал менің отбасым бұл 20 мыңға бір ай бойы нан жейтін еді. Сенің мына шопырға бола салдырып қойған үйіңнен 100 есе жаман үйшікте қазір 2 балам мен әйелім жатыр. Солай бола тұра, менде ешқашан өзіме өзім қол жұмсасам деген ой болған емес. Әйел ретінде бақыт таппасаң, ана ретінде бақытты болу жолдарын қарастыр. Бірақ ешқашан үмітіңді үзбе. Қыз бала деген ата-ананың қолғанаты өрісі. Қартайғанда қанатымен су сепкен қарлығаштай көмек қолын созудан шаршамайтын солар болады. Сенің күйеуіңді білмеймін. Маған ұлымнан көрі қызым жақын. Мен қызымды 5 ұлға айырбастай алмас едім. Ана ретінде дейсің бе? Ол да кеш. Өз балалары ақылды болып өскен ана ғана бақытты шығар. Бірақ менің қыздарым үмітімді ақтайтын қыздар болып өседі дегенге ендігі жерде сене алмаймын. Бұл туралы әу баста ойлану керек еді. Енді бәрі кеш. Олар өзім жек көретін осы қоғамның адамдарына айналып үлгерген. Келіні мен баласы айырылысып кетіпті деген атақтан ғана қорыққаннан атам мен енем мені ұнатпайтындары анық бола тұра айырылысуға жол бермеді. Олар тек осы ортаның заңымен ғана жүріп үйренген. Ондай жағдайда осы атақты да бай отбасының репутациясы бұзылатын еді. Әкесінің маған ұл керек, сондықта да сенің рұқсатынсақ 2-ші әйел алдым деген сөзін естіп қалған Дина қазір мүлде өзгеріп кетті. Бірде қызым саған не болды? Әлде не ойлап жүрсің бе десем, мама, мы же ведь не желанные дети, так ведь? деп қарап тұр. Бұрында бауырмал емес еді. Қазір тіпті тас бауыр. Шешесімен қызы болып бір сырласып отырмаймыз. Үйдегі салқындық тіпті бесіктен белі шықпаған 2-ші кішкене қызыма да әсер етті. Олардың бар ойлары компьютер. Мен тіпті кейде осылардың өзі де компьютер адамға айналып кеткен бе деп қорқамын. Енді қайтсын. Әкесі мен шешесі бір-бірін бауырына басып еркелете алмаған үйдің балалары қандай болмақ? Біраз нәрсеге қанық болдым. Оның ұйқысы келе бастады. Тіпті неге отбасылы екеніңді жасырдың деп сұрамады да. Бәріне тойған кейіппен жібек халатын көлбеңдетіп бөлмесіне кетіп қалды. Не істерімді білмей мен қалдым. Бұнысы артымнан кел дегені ме, әлде кет дегені ме, тіл қатпастан шығып кетсем, мынау қандай еркек көзі дейме деп қоям. Не де болса кірейін деп шештім. Кешіріңіз, мен кете берейін бе дедім, әлде қалай қайтадан сізге көшіп. Үн жоқ. Қарасам, алып төсекке көлденең жатып ұйықтап қалыпты. Мына әңгімеміздің осылай аяқтала салғанына іште қуанып сыртқа шығып бара жатыр едім. Балқияның ұялы телефоны шырылдап қоя берді. Бұл түнгі сағат 4-те шамасы болып қалған кез еді. Осындай уақытта бұл кім болды екен деген ой келіп, барып көрмек болдым. Телефонға жақындап қарасам, Дина деп жазылып тұр екен. Қайтадан Балқияның бөлмесіне кіріп, Балқия, тұрыңыз, қызыңыз хабарласып жатыр деп жұлқылай бастадым. Балқия былқ етер емес. Бірдеңе болғанын ішім сезді. Егер әжесіне сұранып шығып, бір жаққа барса, шопыр керек болса, маған хабарласса керек еді. Тұтқаны алдым. Алло, деп жандал басалаған бір ер адамның даусы естілді. Иә, дедім, менде бар күшімді жиып. Сәлеметсіз бе? Деді орысшалап. Иә, дедім тағы да. Сіз Динаның әкесісіз бе? Жоқ, осы үйдің көлік жүргізушісімін. Анасы демалып жатыр, айта беріңіз. Кешіріңіз, Динаны жедел жәрдемге апару керек болып тұр. Не болып қалды? Білмеймін, халі нашар. Тез арада. Ол қайда? Абай мен Сайын көшелерінің қиылысында. Осы телефонда болыңыз, тағы хабарласамын деп тұтқаны қойып Балқияны жұлқылай бастадым. Оянар түрі жоқ. Қойшы, тиіспейші деп қолымды қағып тастап, алаңсыз ұйықтап кете береді.
Шындығында да мынау бір қызық отбасы екен. Бала анау бесіктен белі шықпастан түн баласы ұйқы көрмей дала кезіп, не болса соны ермей кеткен. Шешенің жатысы мынау болса, әкесі анау құдды бір ұлы адам құсап, маған ұрпақ керек деп өз ұясын өзі талқандап жүрген. Оны ойлағанда тіпті зығырданым қайнады. Құдай-ау, осы не бір ұлы адамдар да ұрпақсыз-ақ өмірден өтіп кетті ғой. Оның қасында дөңкейіп алып ақша санағаннан басқаны білмейтін бұған не жоқ. Тіпті сол ұрпағының ертең кім боларын қайдан біледі екен? Ол да алысқа барып жарытпас. Әрі кетсе тағы бір фирма ашылып, я болмаса кедендік бақылау қызметінде істейтін бір жемқор дүниеге келер. Орыстар айтады, алма ағашынан алысқа түспейді деп. Сол айтпақшы, мынадай алма ағашы қай бір жетіскен алма берер дейсің. Абайдай ұлым болсын десең, алдымен Құнанбайдай болу керек емес пе? Осылай ойша Динаның әкесін біраз жерге апарып тастадым да, шешесін жұлқылай бердім. Әйтеуір оянып алып, болған жайды әрең деп жатып түсіндірдім. Қойшы, бағана өзің апарып салып едің ғой дейді, аң-таң болып Балқия. Әлі ұйқысы да ашылмаған, мастығы да тарамаған. Әйтеуір аз-маз өз-өзіне келген болды. Өзім де Балқияның ар жақ бер жағы болып тұрмын. Сонымен жаңағы хабарласқан адамға қайта телефон соғып, айтқан мекенжай бойынша Динаны іздеп бардық. Сөйтсек, Дина ес-түссіз жатыр. Жанында әлем-жәлем киінген өзі тұстас жап-жас балалар. Әйтеуір мән-жайдан ұққанымыз, бағана қала сыртына апарып тастаған жерден барып, достары алып кеткен екен. Баяғы түнгі клуб. Енді жеңіл есірткіні қойып, кокаин иіскеп көрмек болғанда передозировка алған. Балқия екеуміз де есімізді жиып алдық қой деймін. Ол зар жылап кетті. Енді қайттым, не істеймін, қайда барамын? Елге қара бет болатын болдым деп азар да безер. Осы кезде ара-тұра шаршағаны, әйелдік бақыт аңсағаны болмаса, Балқияның да мана өзі жамандаған қоғамның белді мүшесі екеніне көзім жетті. Алдында ес-түссіз жатқан бала. Ол болса қызын масқара боламын деген шелеумен жедел жәрдем ауруханасына апарудан бас тартып отыр. Сонымен қойшы, біреуден тәулік бойы жұмыс істейтін нарколог дәрігердің мекен-жайын тауып, соған алып бардық. Мұнда да қызық көп екен. Ломкамен келіп отырғандардың бәрі бетін көлегейлігісі, бөгде жұртқа көрінбегісі келеді. Бірақ осылардың барлығы да бай отбасынан шыққаны көрер көзге көрініп ақтыр. Кедей байқұстың баласын Құдай мұндайға ұрындырмасын де. Ұрынды екен, болды, далада қалады. Өйткені мынадай таңға істейтін дәрігердің есігін қағу үшін ғана төлеген ақшаның өзі менде кедейдің басын айналдырады. Сонымен Динаның есін жиғызып үйге алып келгенде сағат күндізгі 10 шамасы болды. Кешке дейін демал деп бастығым Балқия кетті. Ол да әбден шаршады. Қызын үйден келіп қарайтын арнайы дәрігер де ұялы телефонның көмегімен шешілді. Мен орныма келіп қисайдым. Мен де мына байлардың да тірлігінен жалығып кеттім. Шіркін, қазір балаларының қасында теледидарды қосып тастап, сықырлауық диванда жаман қатынның шайын сораптап жатар ма едім. Ойым үйге қарай ойысса, жайбарақат күй кешемін де, Дина жайлы, оның әкесі мен Балқия жайлы ойлай бастасам, санам санға бөлінеді. Әсіресе мына Динаны айтам. Мектеп бітірместен жатып, қыз бала мынадайға барып отыр. Ертеңгі күні не болар-ау? Әлгі керемет әкесі алдымен осы қолында бар ұрпағының сапасын жақсартып алса болмас па еді? Ертеңіне баяғы тірлік қайта басталды. Тек Балқия менен қашқақтайтын сияқты. Дина үшін ұялама, болмаса өз қылықтары қынжылдама, әйтеуір мен жаққа көп көзде салмайды. Тек жұмыс бабын ғана айтады, яғни тапсырмаларын беріп үйіне кіріп кетеді. Не үшін бұлай істеп жүргеніне түрлі болжам жасап мен жүрмін. Менің үйленген еркек болып шыққаныма ренжіме ме екен, әлде деген дәме де жоқ емес. 2-3 күннен соң күтпеген жерден Балқия шақырды. Тағы да үйіне бардым. Өткенде екеуміз шарап ішкен холдағы тағында отыр екен. Бүгін күйеуім келеді, деді ол мұңайып. Не үшін? Дей жаздадым да тілімді тістедім. Олардың бөлек адамдар сияқты күн кешетіне мен үйреніп қалған сияқтымын. Оның әйелмен де балалармен де суық араласатыны сонша, мен үшін оған бұл үйде орын жоқтай көрінеді. Шынында да не үшін келіп, не үшін кетеді екен сол? Әйтеуір жұртқа көз қылып сүрген өмірдің не қажеті бар? Сені жұмыстан шығарады, деді біраз үнсіздіктен соң. Не үшін? Отбасым болғандықтан ба? Жоқ. Өткенде ана камера істеп тұрыпты. Арамызда бәлендей ештеңе болмағанын да біледі. Соған қарамастан сені жұмыста қалдырғысы келмейді. Мен оған бәрін айтып түсіндірмек болдым. Бірақ оның алдында үлкен күнәм бар. Дина. Ол біздің отбасымыздың атына кір келтірді.
Күйеуімнің алдында менің абыройымды төкті. Сондықтан одан сені қалдыруын өтіне алмаймын. Кешір, бәріне мен кінәлімін. Қаласаң сендерге ақшалай көмектесіп тұрайын. Жоқ, о не дегеніңіз? Басқа бірдеңе табармын. Сізге рахмет, дедім шын пейілмен. Себебі кейінгі кездері осы үйдің ауасының өзі мені бір қылқындырып тұратындай болып жүреді. Кетем деуге негіз жоқ, әйеліме айтып баратында сылтау жоқ болатын. Енді міне Құдай өзі жөнін келтіріп тұр. Күйеуі де Балқиямен арамызда еш нәрсе болмағанын біледі екен. Ең бастысы сол емес пе? Күйеуіңізбен кездесуге міндетті емес шығармын. Кездеспей-ақ қойсаң да болар еді, бірақ ол сенің кеткеніңді өз көзімен көргісі келеді. Қызық екен, не үшін? Қазір тағы да камерамен бақылап отырған болар. Мен оған камераға қарап қош болыңыз деп қоштаса салсам болмай ма? Дедім ызаланып. Жоқ, ол жолда келе жатыр. Ертең жетеді. Ертесіне күйеуі келді, қорбиып. Осы бәленің түрі о басы ұнамап еді. Қазір тіпті ұсқынсыз көрініп кетті. Түстен кейін мені өзіне шақырып машинасының жан-жағын айналдыра қарап шықты да, боссың, деді. Мен басымды изедім. Не үшін екенін білетін боларсың? Тағы да басымды изедім. Қалтасынан бір бума ақша алып ұсынды. Бұл жолы басымды шайқадым. Алмаймын дегенім. Өзіме тесілі жалақымды алып қойғанмын. Бүлінгеннен бүлдіргі алып нем бар? Өзің біл, деді де бұрылып жүре берді. Мына арам тамақтың адамды зат ретінде пайдалануға шебер болып алғанын қараш. Және қорлап кетуде қолынан жақсы келеді екен. Ілби басып аялдамаға қарай жүрдім. Біздің үйге баратын автобусқа отырысымен көңілім жадырап жүре берді. Мені үйде күтіп отыр, сағына күтіп отыр. Және мен де сағынып келе жатырмын. Бұл жағынан алып қарағанда мен манағы ұрпақ жалғастырғыш божбан қарадан әлде қайда бақытты емеспін бе? Кредит пе? Кредиттің де, пәтер ақының да бір жөні болар. Ең бастысы, әйелім екеуміз балаларымызға дұрыс тәрбие беруіміз керек екен. Қалғанын көре жатармыз. Құрметті тыңдарман, қазақша арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл мен қоңыраушаны басып тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Келесі шығарылым тек қана сіздер үшін.